Бұл соғысты тоқтату қиынға түседі. Орыс өзін айтты, біз жеңдік, біз жеңіске жеттік деп жариялады. Анау шизофрен потенциал біз жеңіске жеттік деп жариялады. Бірақ ол қалай жеңіске жетті? Ресей тарихында, тіпті Қытай тарихында кімде кім Ресейдің не Қытайдың жерін кеңіткен болса, территориясын кеңіткен болса, оны жеңімпаз патша деп санады. Бұлай қарасаң, Қытайдың ежелгі ескі тарихында Қытайдың сол анау теңіздің жағасында ғана құрттай бірнеше өлкесінің ғана территориясында Қытай болып тұрған хан династиясы, хан патшалығы деген болған. Соны кеңіткен хану дейді. Қытайлар осы күнге дейін сілекей ағып тұрып, оны тіпті Қытайдың ең ұлы патшаларының қатарына жатқызады. Енді сол жауыз Хануди тарихта қазірге дейін ұлы болып саналады. Енді Қытай, орыстың тарихында да кім территориясын кеңітті, орыс тарихшылар, тіпті совет тарихшылардың өзі оны ұлы деп санап келді. Енді мынау есер соқты да, ол да біліп отыр. Өзінің халқының ұлттық менталитетін біліп отыр. Ол халқын миллиондап қыр, миллиондаған ана баласынан айырылды, миллиондаған әке баласынан айырылды, миллиондаған жас қыз келіншек жарынан сүйгеннен айырылды. Ол қызық емес, ол тарихта айтылмайды, ол жазылмайды. Олардың өмір емес, ойран болған қалалар, өртенген елді мекендер, қор болған адамдар, өмір бойына мүгедек болып, сал болып қалған адамдар, олар қызық емес. Ол мынау бір есі ауысқан есер соқтың аталмыш тырнақша ішіндегі ерен еңбегі тарихта қалады. Міне бұл қасірет, бұл адамзаттық қасірет, соғыс құмарлық қасірет. Менің айтпақшы болғанымда осы. Бұл адамдар қашан осындай бір зұлымдықтан өздерінше арылмайынша, бұл енді осы жалғаса береді. Яғни адамдар кем дегенде, мысал бұл шизофрен қазір міне 71 жасқа келді. Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде. Өзі жаңағы аттан жығылып, оң жақ жауырынын зақымдаған дейді. Ана жүргенде бір жағын бүйтіп қайқаңдап жүретіні, жаңағы үнемі бір қолын қалтасына салып жүретіні бәрін айтады. Сосын бұны ракпен ауырады деп айтады. Бұны жаңағы қуғасты безімен ауырады деп айтады. Қуғасты безінің рагымен дейді. Мына Назарбаев та сонымен ауырады деп айтады. Бұлардың бәрі сол неше түрлі ауру басатын уколдарды пайдаланып, неше түрлі мынау жас сәбилерді қинап отырып, өлтіріп, сол жас сәбилер қинаған кезде оның мына жүкі тамырларынан пайда болатын қатты жаңа қиналған кезде шығатын бір сөл сұйықтықтар болады екен. Сол сөл сұйықтықтарды осы жаңағындай жауыздар, шайтандардың денесіне егіп, бұлар сол бір дене қуатын арттырады. Енді оның 1 грамын алу үшін бәленбай сәбиді өлтіреді дейді. Азаптап тұр, отқа күйдіріп, сонда ана нервісінен сондай бір зат шығады екен алады дейді. Оның енді дәл ғылыми сондай бар ма, жоқ па білмейміз. Бірақ бұлар енді адам болудан кеткен, шайтан болып кетті. Мынау қазір ірі миллиардерлер, осындай жауыз патшалар, олар жаңағы өздерінің сұмдық, зор, қисапсыз ақшаларын пайдаланып, жаңағындай неше түрлі әлі біздің халықаралық ашық медицина мойындамаған, әлі ашық медицина рұқсатта бермейтін сондай тәжірибелер арқылы жаңа туған сәбилердің денесінен неше түрлі затты алып, сол неше түрлі зат арқылы бұлар өздерінің өмірлерін ұзартады. Енді қазіргі ашық болған дүние бүйрегін, бауырын, жүрегін, өкпесін бұлар қалағанша ауыстырады. Өткенде ғана 91-ден асқан миллиардер өлді. Ол бәлен рет, 8 рет деді ма, жүрегін түген рет бүйрегін ауыстырып жатыр. Міне Қытайдағы анау жоғалып кеткен қазақтар, ізім қайым жоқ, өлтірісі белгісіз, өкімет тұтқындаған, бірақ артынан мәйітін беріп, бір аталмыш мәйітті көмгізте салған, оны ашқызбаған. Немесе тұтқындадық дейді, қайда тұтқындадың, қайда қамадың, қанша жылға соттадың, айтпа, сұрасаң өкіметке қарсы шыққан боласың деп отырғанның барлығы сол сойысқанаға кетті. Сол қазақтың жас қыз жігіттері, тіпті сәбилері сойысқанаға кетті. Оның бауыр бүйрегін әкетті. Енді Путиннің де жаңағы ауру дейді. Жаңа 300 мың сәбиді Украин жеріне неге барымталап алып кетті?
Ал бұлар неге өлмейді? Мысалы Назарбаев неге қақшаңдап жүр? Оның барлығы сол жаңағындай заңсыз медицинамен бұлар сол өз өмірлерін ұзартып тұр. Бірақ құзғын емес қой, бәрібір осы уақытқа дейін 120-дан артық жасаған адамды көрген жоқпыз. Бұлар бәрібір өлетіні, Құдайдың алдына баратыны, мәңгіге қалмайтыны белгілі. Бірақ бұл жерде осыны ұлы деп сілекей ағып, тамсанып отырып, ұлы деп осындай жауыздарды әспеттейтін қауымның болатыны ол өкінішті. Бір лайк басып жіберіңіздер, егер көрініп тұрса, дауыс жақсы болса. Әр қазақ менің жалғызым. Қазақтың табанына кірген шөгір маңдайыма кірсін дейік. Әрбір қазақ. 1000 миллион қазақ бір қазақ үшін жұмыс істейік. Бір қазақ миллион үшін жұмыс істейік. Бір-бірімізге тіреу болмасақ, біз қайтып қазақ боламыз. Біз осы берекесіздігімізден, осы тым кеңпейілдігімізден, осы тым немқұрайлығымыздан, жалқаулығымыздан, осы тым құл мінезділігімізден, көмпістігімізден қор болдық. Бізге енді асаулық керек. Қазақтың екі мінезі бар. Қойдың етін көп жұққаннан қанға, денеге дарыған қой мінез бар. Екіншісі, жылқының етін көп жеп, қымызын көп ішіп, жылқыны көп мінгеннен қанға жұққан, етке дарыған, сүйекке біткен жылқы мінез бар. Біз қой мінезді қояйық, жылқы мінезімізді табайық. Бұрынғы қазақ жылқының үстінде тұрғанда, жылқы мінезді болғанда, ол батыр қазақ еді, ер қазақ еді. Ендігі қазақ атынан түсті, айбарынан айырылды, қой мінезді болды. Қой мінезімізді қойып, жылқы мінезімізді табайық. Жатқа есемізді бермейік. Егер біз құл мінезділіктен арылғанда, осы кезде 150 миллион халық болып отыратын едік. Орыстың өз алдыңғы ғасырда 4-5 мәрте бізге геноцид жасады. Қытай әлі күнге дейін көз алдымызда қырғын жасап отыр. Орыстың итаршысы басыбайлы құлы Тоқаев қаңтарда, міне 1 жыл бұрын қанды қырғын жасады. Енді қашанға төзіп отырамыз? Өз қолымыз, өз аузымызға жетпей отыр. Өз байлығымыз өзімізге бұйырмай отыр. Осының барлығы құл мінезділіктен. Сондықтан ояну керек. Өр мінез таныту керек. Тепсініп тұрып, теңдік сұрау керекпіз. Тепсініп тұрып, теңдік сұрап қана мына зұлымдықты аяқтатамыз. Өзіміз үшін, ұрпағымыз үшін, үрім бұтағымыз үшін. Мынау тепсініп тұрып, теңдік сұраған елдердің барлығы қазір еркін, демократиялы, әділетті өмір сүріп отыр. Жерінен 1 грамм темір шықпайтын, 1 қасық мұнай шықпайтын елдердің өзі бақытты баяшатты болып отыр. Ал жеріміздің астыда сүзде байлыққа малшынып, шылқып отырып, біз неменеге сонша сорлы болып өмір сүруге тиіспіз. Сондықтан мына билікті басып алған 200 семьяның көзін құртсақ, мына 200 семья бар, Назарбаев кезіндерге тасығаланған. Осы сұмырайлардың көзін құртсақ, мына қазіргі билікте жұмыс істеп отырған, пирамидалық кешенде қалыптастырып отырған, ауылдың әкімінен тартып жоғары қарай, ең жоғарғысы премьер-министр, министр, депутат болып отырған, осы қалың қанішер арам тамақ ұры-қарының көзін құртсақ, қарапайым қазақ билікке келеміз. Мына қазіргі қазақтың мемлекеті қазақтың жауы. Сондықтан біз шынайы еркіндікке жетуге тырысайық. Ол үшін өз құқымызды қорғаудан бастайық. Аман сау болайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.